Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы. Ендігі сабағымыз Анар ханым көркем әдебиет стилі жайлы болмақ, яғни оның ішінде көркем әдебиет стиліндегі сөз бедері жайлы айтсақ. Самат, көркем әдебиет тілінің сөз бедері ерекше болады. Кез келген стильде көрініс табатын тілдің бедерінің айырым белгілері, айырмашылығы болады. Сол сияқты көркем әдебиет тілінің бедерінің ерекшелігі бірақ нәрсе, ол образ, бейне. Мысалы, күнделікті қарым-қатынасты қыс жылдың бір мезгілі ретінде алатын болсақ, ол нақты бір құбылыстың аты, табиғат құбылысының аты. Табиғатта болатын өзгерістердің, процестердің бір кезеңде болатын өзгерістер, процестерді жинаймыз да біз. Соны осы атпен атаймыз, Ал көркем әдебиет тілінде бұл образға айналады. Бұл бейдерек нәрсеге айналады, немесе бұл адамға қатысты қимыл қозғалыстар телінеді оған. Сөйтіп, оны сіз қысты бір адам ретінде елестетесіз. Осыған мен Абайдың өлеңін келтіргім келіп отыр. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау, танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Міне қараңызшы, біз осы Абайдың қыс туралы өлеңін оқығанда, біз кәдімгідей бір қозғалып, аяғының басқанда қарды сықырлатып келе жатқан қысты елестетеміз. Денелі адамның. Және оның сүйкімі әбден кеткен кәрі құда екенінде өлеңнің арғы жолдарынан білеміз. Көрдіңіз бе? Кәрі құда сияқты. Әдетте енді әбден сүйкімі кеткен соң, жағымсыз эмоция тудырған соң, қыстың қолайсыздығын, қыс осындай қолайсыз, қыс келген кезде мынау әсіресе бақуаты төмен адамдардың қатты қиналатынын, осындай бір ғана Абай кәрғұда деген сөзмен ғана, образмен ғана беріп отыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан көркем әдебиет тілінің бедері туралы айтқан кезде, оның бірінші белгісі, ондағы кез келген сөз ол образ түрінде қолданылады. Соны образдарды түсіну үшін тағы да айтамыз, ол мәдениетті білу керек. Мысалы, жаңағы кәрғұда дегенді қалай ойлайсыз? Сол өлеңді оқыған кезде, кәрғұда деген сөзді оқыған кезде, қыс сондай бір қолайсыз, жағымсыз деген ассоциациялар орыс тілді біздің тыңдарманның санасында туа ма? Мүмкін. Енді егер жаңағы кәрғұда дегеннің не екенін түсініп жатса туады. Ал білмесе, біздің мәдениеттегі құда дегеннің не екенін, оның ішіндегі кәрғұда деген не екенін білмесе, әрине ондай ассоциациялар мүлде тумайды да, оның эмоциялық әсері, эстетикалық әсері аздау болып қалады. Мысалы, мынандай ғана бір мысал. Енді менің өзімнің тәжірибемде болды. Бір мықты маман, білгірі өз саласының, сол кісіні қазақ тіліне оқытып жүрдім. Сонда ол кісінің жұмыс үстелінің үстінде әсемделген, әдеміленген, безендіріп жасаған тайқазанның мүсіні болды. Базарлық ретінде берген, кішкентай көшірмесі. Сосын мен ол кісіден сұрадым, мынау не деп? Ол кісі котел деді. Ал енді қазақта ол тайқазан деген ол образ. Мысалы, сол тайқазанды сыйлаған адам ол кісіге қазаның толы болсын, ырысты болсын, Алладан береке болсын, нәсібің көп болсын дегенді меңзеп сыйлады. Ол кісі оны котел деді. Көрдіңіз ба? Сонда қазақтың өлеңдерінде егер көркем әдебиет стилі туралы айтып жатырмыз ғой. Тайқазан деген сөз болса, осы тайқазанның қазақ мәдениетінде нені білдіретінін білмеген адам мынау котел туралы өлең деп ойлайды. Ол несібе, ырыс, береке, бірлік туралы өлең екенін ол ұғынбай қалуы мүмкін. Сондықтан көркем әдебиет стиліндегі мәтіндерді түсіну үшін, немесе сол стилде өзіміз мәтін тудыру үшін, осындай бір көркем әдебиет стилінің ерекшеліктерін білуіміз керек. Айтыңызшы, осы көркем әдебиетте тайқазан жайлы айтылғанда міндетті түрде береке, бірлік қосымша жүреді. Тайқазанның символы ретінде. Неліктен? Неліктен тайқазанға тура осы ұғымдар телінген деп отырсыз ғой, дұрыс. Қызық болар біздің тыңдарманымыз үшін де. Тайқазан деген өзі атында тұр, бір тайдың еті сыйып кететін қазан. Енді былай қарасаң, бір тайдың еті сыйып кететін қазан кімге дайындалады? Ол бүкіл ауыл аймақ, айналадағы бүкіл ағайын туысқа, өзі бір ауыл, бір туыстық
туыстық қатынастағы топ болып отыратын ғой қазақтың дәстүрлі мәдениетінде. Сонда тайқазан дегенде үлкен бір әулетті бір асқа шақырғанда сол пайдаланылатын қазан ғой. Ал енді тайқазан деген кезде қазір барлық қазақтың санасында бірақ тайқазан тұрады. Ол Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тұрған тайқазан. Оның сыртында бірнеше рет араб әріптермен кәдімгі Құранның сөздері жазылған. Осы тайқазан қасиетті тайқазан болып саналады. Өйткені Түркістан қазақ хандарының резиденциясы. Ол Мәскеудегі Қызыл алаң сияқты, Франциядағы Елисей алаңы, Елисейский поля дейді ғой, сол сияқты, немесе Петр тұсындағы Петербургтағы Петергоф сияқты, немесе Лондондағы Вестминстер собор сияқты. Яғни әлгі бүкіл династия билік құрған әулет отыратын резиденцияның Түркістан соның символы біздегі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі оның символы болатыны бүкіл соның айналасында, соның ішінде бүкіл хандарымыз жатыр, Ал қазақ хандығы дәуірінде сол жерде бүкіл хандар басын қосқан. Сонда әр қазақ хандығының құрамындағы әр рудан келген билеушілер сол қазанға өздерінің найзаларын тіреп қойған. Ол деген біз бірліктеміз, біз бірміз, біздің несібеміз біз бір әулеттің балаларымыз дегеннің символы. Сондықтан да жаңағы тайқазан деген кезде біз бірлік туралы ойлаймыз, несібе туралы ойлаймыз. Өйткені сіз бір тайқазанға сиятындай ас Алладан ғана болмаса өзіңіз таба алмайсыз ғой деген сияқты. Міне осындай біздің мәдениетімізде тарихи түрде қалыптасқан осындай символ бар. Осындай дүниеліктер көркем әдебиет мәтінінде көп болады. Сондықтан тіл үйренушілерге айтарымыз, қазақ тілінде көркем әдебиет стилінде кез келген мәтінді түсіну үшін қазақ мәдениетінен аздаған болса да бастапқы кезде хабардар болған дұрыс. Бәрекелді, жақсы айттыңыз. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.